қолданушы көрермендер, Ажар ауылды кітапханасы қазақ әдебиеті өкілдерінің бірі Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романын оқып назарларыңызға ұсынады. Жүсіпбек Аймауытов жазушы, ақын, публицист. Қазақ әдебиетінің түрлі жанрларында өнімді еңбек ету асыл мұралар қалдырды. Ол өз шығармасында негізгі өз заманының ақ-қарасын парықтауға арнаған. Әдеби мұрасының ең салмақты түрі прозалық туындылары. Алдымен шағын әңгімелер жазып, кейін қаламынан Қартқожа, Ақбілек сынды романдар туды. Ақбілек роман негізі оқиғасы өмірден алынған, ескі ортадағы жықшыл тартыстардың кесірінен зардап шеккен қазақ қызының тағдыры. Төңкерістен кейінгі жаңа заман мүмкіндігіне сай өз құқығы үшін күресу жолында баяндалады. Ескі ауыл өмір көрінісі, ондағы жекелеген адамдардың іс-әрекеттері, мінез-құлықтары, соның ішінде орыстардың озбырлық іс-әрекеттері көрініс береді. Ақбілек романын оқып қысқаша талдау жасай өтсек, Өскеменнің ар жағында, Бұқтырманың оң жағында әлемге әйгілі Алтай елі бар. Алтайдың күншығыс жағынан Құбыла жаққа қарай құлай аққан, құлай ағып ертіс түскен, көз күзеткен күршім бар. Алтай мен күршім ежелден қалың найман мекені. Алтайдың қақпасында, баурайында орналасқан елді мекенді өзінің балдай татыған суымен шөлін қандырып отырған Марқакөл көлі бар. Сол Марқакөл көлдің жағасында маңғыраға малы бар 4 қоласы түгел Мамырбай байдың ауылы қоныс тепкен. Мамырбай байдың жалғыз ерке бұла боп өскен Ақбілек есімді қызы болады. 4 құбыласы сай, маңғыраға малы бар байдың қызы болғанмен ол да пенде, тағдырдың құлжаулығы. Ұзатылғалы отырған бойжеткен, күйеу Бекболаттың орын келе жатқанда, жуан да кегі бар мұқаш кедей баласының жүрістері шапшаң, тыныстары тарылып келе жатқан орыстарды жасанып, қонағын күтіп отырған бай ауылына келіп түсіреді. Міне олардың өмірлерін осы 4 салтатты орыстар бұзады. Бай ауылдың шаңырағын ортасына түсіріп, әйелін өлтіріп, қызын алып қашады. Міне ойы бұзық, түстері суық, жүрістері суыт, ұзатылғалы отырған бойжеткенді олар өз жемтіктеріне айналдырады. Осылайша осы озбырлар барлығы жабылып қорламақ болып жатқанда, мұртты жігіт өзінің меншігіне әйел етіп алады. Осылайша Ақбілек сонда да алдағы күннен үмітін үзбейді, болашаққа сеніммен қарайды. Біраз уақыт өткеннен кейін көшкен орыс жұртында қалған Ақбілек осындай күйде жалғыз далада қалғаны еш өкінбейді. Өйткені орыс мылтығына атылып өлгенмен осы Алтайдың тау тасын паналап қаңғырып өлген артық деп есептейді. Міне қараңғылықта қалған Ақбілек түнгі қорқау қасқырлардан аман өтіп, дуада Ескендірдің арқасында ел шетіне ілігеді. Ел шетіне іліккенмен елдің қаңқу сөзі, әкенің теріс қабағы, сүйгені Бекболаттың теріс айналуы бәрі қыз жүрегін жаралайды. Осылайша Ақбілектің алдағы күні қараң болады. Ол Көркембай кемпірдің лашығында орыс мұрттан болған баласын босанады. Айналасындағы жақсы адамдардың арқасында ол шақалақтан да тез құтылады. Міне көзінің жасы көліп өліп, тағдырынан алып жүрген Ақбілекті оқыған туған ағасы Төлеген басқа жаққа оқуға оқытып, тәрбиелеуге алып кетеді. Міне жаңа заманның жақсылығын көріп, өзі де бұрыннан епті, алғыр қыз, жақсы, зейінді, білімді жаңа заманның азаматы болып қалыптасады. Сол уақыт аралығында осы оқыған замандастар арасынан Балташ, Ақбала есімді азаматтар бірінен бірі қызғанып та, қызығып та қол созады. Қыз сенімінен кірген Балташ неке қидырып Ақбілекті өзіне жар етеді. Міне осындай елең алаңда бейнеттен, қорлықтан, пендешіліктен құтылып жаңа заман азаматы болып қалыптасты. Бұны осындай бейнеттен, зейнеттен, күнәдан арылтқан ғылым мен өмір күресі,
ол өзінің өмірде көрген қиындықтарын ешкімнен көрмейді, тек сақтамайды. Өйткені бұл өзінің маңдайыма біткен тағдырым деп есептейді. Дүрбелең жылдары ел ішіне іріткі салып, адамдарды бір-біріне қайшыластырған, талай адамның қанын жүртпеген мұқашқа да кек сақтамайды. Міне бұрынғы жуас Ақбілек қазір оқыған, өмірінен ғибрат тәлім алған, тағдырға мойымаған қазақ қызы. Енді осы романдағы кейіпкерлерге жеке-жеке тоқталып өтсек, романдағы басты кейіпкер Ақбілек бұл құрбыларының алды болды, теңдікке, азаттыққа ұмтылған, өмірде мойымаған, өзінің арманына жеткен қардың қазақ өжет қызы. Бекболат болса, бұл өзінің бақыт үшін күресе алмаған, қауқарсыз, ел сөзіне сеніп, өзінің қашаннан бастық жасайды. Кейін оқып келген Ақбілекті көріп, өзегі өртеніп тіл тістейді. Мұқаш бұл оқымаған, өз қарабасын ойлаған ескі ауылдың адам ретінде көрінеді. Офицер бұл осы басты романдағы кейіпкерді жәбірлеуші, империялық саясаттың ғасырлар бойы халқымызды басып шашып жүрген көрінісі ретінде есте қалады. Ұрқия бұл Ақбілектің жеңгесі, қиындықта жәрдемші болған, оқуға ықпал жасаған, кезінде шаранасын етегіне орап, кейін ержеткенде Ақбілекті табыстаған, жетімге пана, қасіретке шипа болған жан ретінде білеміз. Балташ бұл Ақбілек жанын түсінген адам, адамгершілік қасиеті мол, Ақбілектің тағдырын біле тұруға қол созады. Соны білген Ақбілек Балташқа тұрмысқа шығады. Пайғамбар жасына жеткен нағыз көмбенің өзі Мамырбай. Бұл Мамырбай өзінің қызының тағдырын, қиындығын бөлісе алмаған, панасына ала алмаған, қауқарсыз, көркөкірек, имансыз, жүгенсіз, қорқау қасқыр ретінде сипатталады. Ескі ауыл өмірінің жақсылығын алмай, жамандық жағынан қамтылған Мамырбайдың тоқалы өрікпен Мұқаштың Алтынай бұл пендешіліктің отымен кіріп күлмей шыққандар, қолда барда оқу білімге қол созбай, күнделікті өмірге салынған ажар мен кәмилә тағдыры да тағылымды. Міне Ақбілек романының басты тақырыбы да, идеясы да осындай. Түйіндеп айтқанда Ақбілек романы бұл ескі ауыл көрінісінің шындығын, сондағы жекелеген кейіпкерлердің бейнесін, мінез-құлқын, іс-әрекеттерін, дәстүрі мен тұрмысын, соның ішінде Ақбілектің қызығынан қиындығы мол өмір жайлы, мұңы да, шері де, сыры да осы туындыда. Осы туындыны оқығандар әдемі әлем, әсерлі ой құшағында қалары анық.